Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді, жұп-жұмсақ болып пісетін пончиктердің рецептімен бөліскім келеді. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттар ұн, дрожж, жұмыртқа, қант, ерітілген сармай, сүт және тұз керек болады. Ең алдымен ыдысымызға ұнды саламыз, кішкене ұнды алып қаламыз. Бізге қамыр илеу барысында керек болады. Сосын дрожжды салып, ұнмен бірге араластырамыз. Осылай кішкене шұңқырша жасап, тұзымызды, қант, сүт, сармай және жұмыртқамызды салып, қасықпен араластырып аламыз алдымен. Енді қолмен қамырымызды илеп бастаймыз. Жаңағы қалған ұнымызды салып, қамырымызды жақсылап илейміз. Достар, рецептте көрсетілген ұннан артық ұн салмаңыздар. Илеу барысында қамырымыз осылай болады. Ешқандай артық ұн қосудың қажеті жоқ. Сонда біздің пончиктеріміз жұмсақ, нәзік болып піседі. Біздің қамырымыз дайын болды. Үстін жауып, 1,5 сағатқа қалдырамыз. Біздің қамырымыз көтеріліп дайын болды. Енді ұн сеуіп, қамырымызды жаямыз. Қамырдың қалыңдығын 7-8 мм етіп жаямыз. Осындай стаканның көмегімен формаларға бөліп алдым. Енді ортасын тесеміз. Мінекей осылай болып шығады пончиктеріміз. Үстін жауып, тағы 1,5 сағатқа қалдырамыз. Қызып тұрған майға пончиктерімізді саламыз. Астыңғы жағы қызарған соң, келесі бетіне қарай аударамыз. Мінекей біздің пончиктеріміз көтеріліп, әдемі болып пісіп шықты. Қалған пончиктерімізді де дәл осылай пісіреміз. Үстінен осылай қант ұнтағымен немесе шоколадты глазурмен әсемдесеңіздер болады. Шоколадты глазурдың рецептісін менің каналымнан таба аласыздар. Достар, біздің пончигіміз өте жұмсақ, дәмді болып шықты. Менің видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментария жазып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар.